сиыр саудың әдіс тәсілі. Мысалы, мына сиырды қазір сауамыз. Ол саумай тұрып, бұзауын емізіп, сиырды идіріп алу керек. Кішкене 1-2 сордырып, бұзауды тартамыз. Бұзауды идіріп, яғни тартып байлап қоямыз. Тартып байлап алғаннан кейін сиырдың сол жағынан тұрып сауады. Әдісі негізі сода. Оң жағынан болмайды, сол жағынан сауылады. Одан кейін емшекті тартқанда, яғни мені көріп тұрғандарыңыздай, барлық күшті салып тартады. Қасына барып қатты сөйлегенде де үркіп қалуы мүмкін, сондықтан кішкене алыстау түсіріп тұрмын. Міне енді сүтті сауып, екінші шелекке құйып қоямыз, өйткені ауыр болып кетпеу үшін. Басқа сиырлар енді теуіп кетпеу үшін. Яғни осы сүттен бәрі шығады. Сүттен кілегей шығады, құрт шығады, май шығады, ірімшік шығады, ақ ірімшік шығады. Не қалайсың, осының бәрі осы өнімнен шығады. Ағымыз мол, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осындай елде өмір сүріп жүре берейік.